Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Тортқа қажетті заттар: сгущенка, 3 жұмыртқа, сары май, ұн және қопсытқыш. Сгущенкаға жұмыртқаны саламыз. Жақсылап араласқанша миксерлейміз. Сары майды саламыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Миксермен араластырамыз. Қопсытқыш пен ұнды араластырып аламыз. Бөліп салып араластырамыз. Бәрін бірден салуға болмайды. 3 бөліп, 4 бөліп салу керек ұнды. Бізге торттың қамырын жайып алғанға дөңгелек пішін керек болады. Бұл жерде сіздер мына мен көрсеткендей қылып осылай дөңгелек пішін жасап алсаңыздар болады. Осындай формадан пергамент қағазына ручкамен сызып алсаңыздар да болады, дөңгелек қылып. Бірақ мен осындай форманы қолданамын. Маған ручкадан қарағанда, жаңағыдай формадан қарағанда осындай кольцо ыңғайлы. Торттың бір күлшесіне 1,5-2 қасық қана қамыр саламыз, одан артық қамыр салуға болмайды. Сүтті қыз тортының оригинал рецептісі осылай жұқа болу керек қамыры. Осы видеода көрсетілгендей етіп, теп-тегіс қылып жай керек. Бір күлшені 180 градуста 5-7 минут аралығында пісіріп аласыздар. Бірақ әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан пешіңіздің қызғанына байланысты көресіз. Біреулерде 170 градуста, біреулерде 160 градуста піседі. Осылай тегіс етіп жайып, барлық қамырды пісіріп аламыз. Менде 11 штук шықты. Тортқа арналған кремімізді дайындайтын боламыз. Бұл жерде сливки мен қант ұнтағын араластырып миксерлеп аламыз. Сливкиіміз бен қант ұнтағымыз міне осындай қою болып шығу керек. Сливки қолданардан алдын міндетті түрде холодильникте тұру керек. Ал енді тортты жинайтын боламыз. Әрі қарай тортты қалай әсемдеу өз еріктеріңізге байланысты. Міне достар, тортымыз дайын. Тортты дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер осы торттың декорындағы гүл мен бантиктің қалай жасалғаны қызық болса, осы видеоның астына сілтемесін қалдыратын боламын. Егер видео ұнаған болса, подписка жасап лайк басуды ұмытпайық достар.